Өмірін өз қолында. Уизахей. Мен неге сенемін? Даналық пен білім биігіне әрқашанда жол ашық. Жадында өмір өте қарапайым. Біз не берсек, сол өзімізге қайта оралады. Өзіміз туралы ойымыздың бәрі өмір шындығына айналады. Барлығымыз мені қоса алғанда, өмірімізде болған жайттың бәріне, жақсысына да, жаманына да жауап беретінімізге сенімдімін. Әрқайсымыз ойымызбен, сезімімізбен, сөзімізбен өмір жолымызды қалыптастырамыз. Әртүрлі жағдайды өзіміз туындатамыз да, содан соң күш-қуатымызды сарп етіп, көңілімізді ортайтқан кінәнің бәрін біреуге арта саламыз. Өміріміздің бірегей ойшылдары өзіміз болғандықтан, оны ешкім ештеңе билей төстей алмайды. Санамыз тұнық, ойымыз жинақы болғанда ғана тірлігіміз оңғарылады. Адамдар маған жамандық жасауға тырысады, немесе бәрі маған көмектесуге дайын тұрады деген екі пайымның қайсысы сізге тән деп ойлайсыз? Өйткені осынау иланымдардың әрқайсысы әрқилы жағдайларды қалыптастырады. Өзіміз және өміріміз туралы түсінігіміз ақиқат мазмұнға ие болады. Ғалам әрбір ойымызды, сенімімізді қолдап қуаттайды. Былайша айтқанда, сенгіміз келетін бәрі түп санамызға жазылып қалады. Яғни өзім туралы және өмір туралы түсінігім мен үшін, ал сіздікі өзіңіз үшін өмір шындығына айналады. Біз не ойласақ та, қалай ойласақ та, таңдау еркі өзімізде. Осыны түйсіне келе адамдар маған жамандық жасауға тырысады гөрі маған бәрі көмектесуге дайын тұрады деген тұжырымды таңдаған жөн. Құдіретті күш ешқашанда бізді кемсітіп, сынап мінемейді. Ол бізді бар болысымызбен қабылдайды, ал содан соң иланымызды өрнегімен өмір жолымызға түсіреді. Егер өмірдің сұрқайлығына, өзімнің жалғыздығымна, мені ешкім ұнатпайтынына сенгім келсе, онда бүткіл тірлігім солай болып шығады. Егер мына дүниенің махаббатқа бөленгеніне, оны алғаусыз сүйетініме және қарым-қатынаста сезімге кенелетініме өзімді сендіріп, осы аффирмацияны бірнеше мәрте қайталасам, сол иланым шындыққа айналады. Мені ардақтайтын адамдар өміріме дендей еніп, олардың сезімі бұрынғыдан да арта түседі. Соған сәйкес өзім де өзгелерге ықылас пейілім мен жүрекжар тілегімді оңай білдіре аламын. Көпшілігіміз өзіміздің кім екенімізді және өмір сүру үшін қандай қатаң ережелерді ұстанатынымызды дұрыс түсінбейміз.